Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі шығыс пирогын жасайтын боламыз. Бұл пирогтың дәмі ауыздан кетпейтін болады. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен майымызды үккіштен өткіземіз ұнның үстіне. Ұнның үстіне майыңызды аунатып алсаңыз тіптен жақсы. Осылай үккіштен өткізіп болғаннан кейін май мен ұнды бір-бірімен араластырамыз. Мұнда сіз қамыр елемейсіз, тек қана екі қоспаны бір-бірімен араластырасыз, ұн мен майды. Мұнда бізде консистенциямыз осындай түйіршікті болу керек. Мұны көріп тұрсыздар, түйіршікті болу керек. Осындай консистенцияға жеткен кезде бір-бірімен араластырып, үстіне қантымызды саламыз. Одан соң ас содасын саламыз, немесе разрыхитель салсаңыздар болады. Осы қоспаларды, құрғақ қоспаларды қасықпен араластырасыздар. Қолмен жақындамауға тырысыңыздар, себебі қолдың жылуы майға беріліп, май қатты еріп кетуі мүмкін. Одан соң жұмыртқамызды салып, әрі қарай қасықпен араластырамыз. Қасықпен қамыр елейміз былайша. Қасықтың күші жетпей бастаған кезде, әрі қарай қолмен кірісеміз, Бұл кезде қасықпен араластырып жатырық, себебі қолымыздың жылуымен майымыз қатты еріп кетпеу керек. Ең соңында осылай бір-біріне біріктіру үшін қолмен илейміз қамырды. Бір состояниеге жеткенге дейін бұл қамыр песочное тесто өте керемет, сіздің любой пирогыңызға кете береді. Мен барлық пирогтарға осы тестаны қолданамын. Осылай тестімізді бір-біріне біріктіріп дайын болған кезде полиэтилен пакетке немесе пищевая пленкаға салып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Бұл холодильникте тұрған уақытта біз орехтарымызды жуып кептіріп аламыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды алып, екіге бөліп, бір жартысын астына төсейміз табаның, екінші жартысын жиектеріне. Осылай астына әдемілеп төсеп шығамыз. Мұнда қорықпаңыздар, табаның астына ештеңе жағудың қажеті жоқ, және қорықпай қамырдың үстін баса беріңіздер, себебі қамырдың құрамында май бар, Осылай жетпей қалған жерлерін толықтырып шығыңыздар, ешқандай тесік болмау керек табаның астында. Одан соң қалған жартымызды табаның жиектеріне төсеп шығамыз осылай қолымызбен. Және беткей жиегін әдемілеп шығасыздар ең соңынан, піскен кезде өте әдемі болып көріну үшін. Осылай бір қолыңызбен ішінен, екінші қолмен төбесінен басып тұрсаңыз, тегістеледі әдемі болып. Одан соң жаңа дайындап қойған жуып құрғатылған орехтарымызды және мейіздерімізді салып аламыз. Бірдей биіктікте, бірдей болып распределите, в общем, жайып шығыңыз пирогтың бетіне, және оның ең соңынан штрих дейді ғой, соңғы қойылатылған сүтімізді құямыз пирогтың үстіне. Бұл қойылатылған сүтті міндетті түрде жан-жағына пирогтың жайып шығыңыз, себебі сүт жан-жағына жетпей немесе орехтардың арасына кірмей қалуы мүмкін. Осылай әдемілеп жайып шыққаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке жарты сағатқа пирогымызды қойып аламыз. Міне бізде осындай әдемі пирог шықты. Бұл табаннан тез алынады, қазір көресіздер, мұны көрдіңіздер, өте тез алынады. Және астын пышақ немесе жаңағы шпатель, кондитерский, сондаймен алып алсаңыздар болады астынан. Бұл пирог өте дәмді болып шығады, және де столдарыңызда қонақтарыңыздан бірде-біреу қалмайды бұл пирогтан. Оған сенімді болыңыздар, үйдегілерге дайындасаңыздар болады. Сіздің тек қана 20-25 минут қана уақытыңызды алады бұл пирог, өте тез дайындалады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.